Баршаңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Бүгін сіздермен нағыз күннің ыстығында ерекше шөлді қандыратын салқын көженің құрамымен бөлісетін боламын. Өзіндік ерекше құпиялары бар видеомен бөлісемін. Ол үшін видеомды соңына дейін көріңіздер. Дәнді дақылдарымыз сары жүгері, бидай, арпа, ақ жүгері барлығын жақсылап крахмалы кеткенше жуып тазалап аламыз 4-5 қайтара. Одан соң ыдысымызға салып, үстінен суды толтырып құямыз. Барынша суды мол қып құя беріңіздер. Сонда біздің жүгерілеріміз, осылай бидайларымыз барлығы жарылғаннан кейін суды өзінің бойына тартып алатын болады. Одан соң газымыздың астын қатты қойып отырып, бір қайнатып аламыз. Осылай бетіне артық керек емес көбіктер шығатын болады. Барлығын алып тастайтын боламыз. Одан соң газымыздың астын бәсеңдетіп, баяу отқа қойып отырып, шамамен 4-5 сағаттай көжемізді қайнатамыз. Толық барлығы жарылып пісуі керек көжеміздің. Сонда өте дәмді болып шығатын болады. Егер де суы азайып қалатын болса, үстінен су құйсаңыздар болады. Әр адамның жасауы әртүрлі болғандықтан, біреулер мысалға алдын ала дәнді дақылдарды 3-4 сағат бұрын салқын суға бұқтырып қояды. Мен осылай 4-5 сағаттай отқа қойып отырып пісіріп аламын. Керек емес, осылай бетіне жиналған заттарын електің көмегімен сүзіп алып тастаймын. Дәнді дақылдарымыз видеода көріп тұрғандарыңыздай толық жарылған, керемет болып піскен. Одан соң барлығын үлкен ыдысқа салып араластырып аламыз. Одан кейін мен қолдың айранын қолданамын. Міндетті түрде көжеге қолдың айранын қолданғандарыңыз дұрыс. Дүкеннің кефир немесе йогурттар болмайды. Егер де қалада тұратын адамдар болатын болса, қолдың айраны болмаған жағдайда тетрапакеттегі сүтті алып, қаймаққа немесе құрамы таза йогуртқа ұйытып, осылай електен өткізе отырып, міндетті түрде електен өткіземіз. Қаймақтар жиналып қалуы мүмкін және көжеміздің арасында іртік болып жүрмейді. Қалауларыңыз бойынша құрт қоссаңыздар да болады. Мен шамамен мына жерде 5-6 литрдей көже дайындадым. Мен құрт қоспай-ақ, бірақ осылай таза қолдың айранымен жасадым. Дәмі өте керемет шықты. Ең бастысы сүзгіштен өткізесіздер. Және де тұз қосуды ұмытпаңыздар. Тұзды ең соңынан дәміне қарай отырып тұзды саласыздар. Барлықтарыңызға осы көжені жасап көруге кеңес беремін. Видео ұнаса лайк басып, пікір қалдырып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа рецепттермен бөлісетін боламын.